Сәлем барлықтарыңызға. Бұл сабақта 2023-24 жылы өткен ауыл олимпиадасы математика пәні 11 сынып 1 кезеңнің 9 есебін талдаймыз. Меридің 3 баласы бар. Алғашқы баласы 20 жасқа толған күнінде дүниеге келген. Екінші бала дәл 2 жылдан кейін, ал үшінші бала тағы 2 жылдан кейін дүниеге келді. Оның жасы барлық балаларының жасының қосындысына тең болған кезде Мери неше жаста болды дейді. 20 жасқа келген кезде бірінші баласы, сосын 2 жылдан кейін 22-ге келгенде екінші баласы, сосын тағы 2 жылдан кейін 24-ге келген кезде үшінші баласы дүниеге келді. 24-ге келген кезде Мери бірінші баласы сонда 4 жасар болды, екінші баласы 2 жаста болды, үшінші баласы 0 жаста болды. Енді барлық қанша жылдан кейін енді мына үшеуінің қосындысы Меридің жасының қосындысына тең болады дейді. Сонда x жылды қосып жібереміз. X жылдан кейін деп есептейік. Қанша жылдан кейін екенін тауып алсақ, сосын оған 24-ті қосып жібереміз. 2 қосылған x жаста болады, екінші баласы, үшінші баласы 0 қосылған x жаста болады. Сол үшеуінің қосындысы Меридің жасына тең болады екен. Меридің жасына да 2 жыл қосылады. Сонда 3x қосылған 6 тең болады екен x плюс 24-ке. 3x минус x тең 24 минус 6. 2x тең 18 болды, x тең 9 болды. 24-те болса Мери, оған 9-ды қоссақ 33 жаста болады екен. Сонымен мына есеп шықты. Сау болыңыздар.